Armısızlar akıl askan ağalar. Armısızlar canı jaysan жақсылар. Aldarыңызda Қаз дауысы Қазбек мектеп оқушылары Заңғар. Мансұр балаларыңыз Біз боламыз. Сыр шерткен ескі бізге көнеден, ұрпаққа үлгі өнеге болған. Бабаларымыздың шешендік сөздерін қабыл алыңыздар. Төрде отырған төкең екі беге кезек қарап, екі етегін қымтанып, екі үйін қомданып қойып, тамағын тырнапты. Ой, қос інім, қос шырағың, аға бұл балдарыңа түскелі тұрмын. Ағам, алдыңдағы әуелі өскен дарағың, інім, қанатың мен құйрығың, қайрап салар шарағың. Артымда сендер барда, қанат жайып самғармын, алты аспанды сермермін. Жауласқанды жерлермін, дауласқанды жайғармын. Мұна мен барайын бұл жолға. Сонда әйтеке жай оғындай жарық етіп, шапшаңдық танытыпты. Ой, төкем, аға бордан әні қорған демейме? Арқамды қорғанға тіремеймін бе? Айсамды, ерсілі қарсы еремеймін бе? Дауласқанды жапырып, дауымды аршып, күремеймін бе? Мұна менің баруым жөн емес пе? Сонда қоңыр қаздың даусындай бір жотадан екінші жотаға қаз даусы Қазбек есіліп кетті. Асыл ағам, вай асқағыным, ағасы бардың жағасы бар емес пе? Інісі бардың тынысы бар емес пе? Тыныс бардың елде ұрысы, жауда ұрысы, дауда жұмысы бар емес пе? Егібе үнсіз бас шұлғап, бірақ тіл қатып, ләмдей қоймапты. Қаз даусы Қазбек би енді Төле биге еңсерлі бұрылып, бүтін билікке төле жеткен, бүкіл хандыққа есім жеткен, қазақта билікке жөнсіз таласқандар болғанымен, билікке жөнсіз таласқандар болған емес. Ендеше әділ би, әділетін өзің айт. Аттың басы күшті ме, белі күшті ме, әлде құйрығы күшті ме? шырағым Қазбек, жол бассайды әмәнда, омырауы жүйріктің, бөгелекте қуарда, пайдасын ол құйрықтың. Аттың белі қызметті көп қылып, мына саған кепті кезегі, осы жолды бұйрықтың. Жай онда қолыңды. Атасызға ата бол, атасызға бата бол. Арып ашқан қарыптың, кел жағына жота бол. Панасызға пана бол, дос сүйініп тас сыйлар, асу бермес ана бол. Әумин деп батасын беріп, қаз дауысты Қазбек биді аттандырып салыпты.